Ау. Қайда деді? Кім? Саламатсыздар ма? Бүгінгі жиынға қатысушылар, менің аты жөнім Құдайберген Руслан Ахатұлы. Мен Ақтөбе қаласы Алматы ауданы әкімінің аппараты кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық дамыту бөлімінің бас маманы болып табыламын. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес, жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде, яғни төрайымы ретінде өзімді ұсынамын. Қатысушы ретінде қатысушылар арасынан Қылышбаев Ғабит Ордабайұлын сайласақ қарсылықтарыңыз жоқ па? Жоқ. Онда бір ауыздан сайланды. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы ақтасты кен орны бойынша тау-кен жұмыстары жоспарының қоршаған ортаны қорғау бөліміне арналған ластаушы заттардың шығарындылардың нормативтері жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Тапсырыс беруші Ақтөбе компания нейрондық материалов жауапкершілігі шектеулі серіктестік, жобаны әзірлеуші Eco-Project Company. Енді кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентіне тоқтала кетсек, баяндама жасауға 10-15 минут, қосымша сөйлеймін деушілерге 3-5 минуттан беріледі. Келісеміз бе? Ұсыныс сұрақтарыңыз болса, баяндама шағында болғаннан кейін талқылауға көшеміз. Баяндама аяқталғаннан кейін жоба бойынша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, аты жөндеріңізді айта отырып қойсаңыздар болады. Осы регламентпен келісесіздер ме? Жақсы. Ендігі кезекте жоба бойынша баяндамашыларға сөз кезегін беремін. Саламатсыздар, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Жаңа төраға айтып өтті. Ақтасты кен орны бойынша тау-кен жұмыстары жоспарының қоршаған ортаға әсерін қорғау бөліміне арналған ластаушы заттар шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және қоршаған ортаны қорғау жоспары бойынша баяндамамды қысқаша айтып өтейін. Өздеріңіз білесіздер, кен орны, Ақтасты кен орны осы Бекқұл Баба ауылынан 4,5 шақырым қашықтықта, сосын ар жағында Белогоркіден 760 метр қашықтықта орналасқан. Ең жақын су қоймасы Ақтасты өзеніне 100 метр қашықтықта орналасқан. Кен орнында 16 ластаушы көзі анықталған, оның 2-і ұйымдасқан, 14-і ұйымдаспаған. Жалпы 2026-27 жылдары, 28 жылдары жыл сайын 256-827 тонна ластаушы заттар бөлінеді. Енді бұл ластаушы заттар шығарындылар нормативтері ЭРА бағдарламасы кешенімен әзірленген. Осы бағдарламаға сәйкес және нормативтік құжаттарға сәйкес карьердің кен орнының санитарлық қорғаншылық аймағы 100 метрді құрайды. Осы ластаушы заттарды ЭРА бағдарламасымен шашырау есебін жүргізгенде, осы ластаушы заттардың шашырау есебі 100 метр қашықтықта қалатынын көрсетті. Яғни 760 метрге жетпейді. Енді ластаушы заттар көздерін атап өтетін болсам, КОП жылыту қазандығы, Ставролит, РСД 20 су жылыту қазандығы, жарылыс, бұрғылау, қазбау, тиеу жұмыстары, шикізатты тасымалдау, бульдозер, ДСУ, дайын өнім қоймасы, дәнекерлеу, сырлау учаскелері, мех жөндеу және аккумулятор учаскесі табылады. Жаңа айтып өттім, санитарлық қорғаншылық аймағы 100 метр деп. Санитарлық қағидаларға сәйкес 4-ші бөлім 17-ші тармағына сәйкес 4-ші категория жасап 4-ші классқа. Және санитарлық қорғау аймағы 100 метр. Карьердің пайдалану барысында қалдықтар түзіледі. Қатты тұрмыстық қалдықтар 1,5 тонна, пайдаланылған шиналар 5 тонна, майлар, мотор майлары, түрлі майлар 10 тонна жылына, май сүлгілер 0,15 тонна жылына түзіледі. Бұл қалдықтар арнайы орындарға бөлінген, арнайы орындардағы контейнерлерге, ыдыстарға уақытша жиналып, толған мезетте келісім шарт бойынша мамандандырылған мекемелерге тапсырылып отырады. Сондай-ақ карьердің пайдалану барысында 270.400 тонна скриша түзіліп, аршылы жыныстар. Бұлар уақытша жиналып, алаңдарда уақытша жиналып, кейін карьерді пайдалану аяқталған соң, келісім шарт аяқталғаннан кейін карьерді рекультивация жұмыстарына пайдаланылады. Осы
объектінің қоршаған ортаға әсерін төмендету мақсатында бірқатар табиғатты қорғау шаралары келтірілген. Соның біріншісі жыл сайын, сол жылдың ішінде 90 сайын өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын жүргізу. Бұнда 90 сайын тәулігіне 3 мезеттен ластауыш заттар көздерінде инструменталдық әдіспен және есептік әдіспен мониторинг жүргізіледі. Сондай-ақ топырақ сынамалары алынып, 90 сайын тексеріліп, республикалық экопорталға тапсырылып отырады. Сонымен қатар осы әсерлерді төмендету мақсатында жаңа айтып өттім, бірінші өндірістік экологиялық бақылау, екінші жыл сайын санитарлық қорғаныстық аймаққа ағаш отырғызу, оларды күту, жанар-жағармай құю жұмыстарын тек қана белгіленген орындарда жүргізу, карьерді жер қойнауын тиімді пайдалану, сонымен қатар су ресурстарын тиімді пайдалану, шаң басу жұмыстары жүргізу қарастырылған. Шаң басу жұмыстары карьердің аумағында, сондай-ақ тасымалдау жұмыстары жүргізілетін автокөлік жолдарына жол себіліп отырады. Мұнда техникалық су қолданылады. Сондай-ақ флора мен фаунаны қорғау қарастырылған. Жалпы өндіріс процесінде ауытқулар мен қалыптан тыс жұмыстар жүргізілмейді. Қысқаша баяндама аяқталды. Келесі баяндаманы. Ассалаумағалейкум, құрметті жергілікті тұрғындар. Есімім Ермолболат Тасмағамбетов. Мен енді жаңа әріптесім экология жайлы айтып кетсе, мен геология және жер қойнауын пайдалану бойынша мәселені айтайын деген. Жалпы негізі бұл Ақтасты кен орны 1984 жылдан бастап игеру жұмыстарын жүргізіліп жатыр. Бәрімізге ортақ мәлім бұл. Бүгінгі күнде бұл жергілікті атқарушы органдар арасында және жер қойнауын пайдаланушы арасында келісімшарт бар. Номер 3/95 деген. Бұл келісімшарт бойынша бұрын соты 25 жылға болды. Енді кезекті келісімшарт 3 жылға тағы да создырайын деп жатыр мерзімін. Сол себепті 2026, 2027 және 2028 жылдар аралығында бұл игеру жұмыстарын жүргізу жоспарлауда. Жалпы бүгінгі таңда 25 жыл қор бойынша бұл кен орнында 251 мың куб тас бар қор бойынша. Соны алдағы уақытта сол игеру жұмыстарын жоспарлап, осындай шаралар жүргізіп жатырмыз. Абсолют отметкасы бұл 346 метр мен 275 метр аралығында. Бұл тау жынысы бойынша түртік кезеңі және де аревалит кезеңдері болып табылады игеру жұмыстары. Сол жаңағы тағы да бұл 3 жылға созылмақшы. Менде болды. Сұрақтар болса қоя отырсаңыздар болады. Баяндамашы ұсыныс пікірлер сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ қойыңыздар. Сұрамайсың ба, не керек? Сонда сендер мына Южный карьерді қай жерге шейін алайын деп тұрсыңдар? Ана картаға қарап неткенде СМД-ге қарап па? Негізі берілген тау жынысы кен орны бар, горный отвод деген бар. Сол горный отводтың бойының өзінде белгілі аумақта, соның ішінде солтүстік жағын игеру жұмыстарын жүргіземіз. Қазір алып атқан көрдің ғой? соны... Мына жаратын жер мына СМД-ге қарап, былай? Жерге қарап? Жоғары жаққа оны игеріп шығамыз ғой. Қалған 251 мың шаршы километр қалып тұр сол жерде, қазір пайдаланған жерде. Соны 3 жылға созып, соны жоспарлаудамыз игеру жұмыстарына. Сол аумақты. Жоқ, бұл жерде мен айналайын 40 жыл істеп кеттім мына карьерді. Мысаға шықтым, 84-тен бері істедім ғой. Бұл жердің бәрін білемін, Южныйдан северный жеп бітірдім. Енді мынау Южный карьер деп атады. Бұл жаңа әртісін тағы да сол етіп тұрғаным тұрайын дегенім. Мынаның бәрі излишняк. Мына ашып тұрған қазіргі атсеп жатыр ма?
оның бәрі излишняк. Излишняк, иә. Ол 3 жылға емес, ол 30 жылға жететін зат қой. Марат аға, мен айтып жіберейін, біз пока ояққа не планируем. А чё? Мы пока внутри карьера будем дорабатывать. Пока на расширяться, пока ондай жоспар жоқ бізде на расширение. Иә, мына Пока только горный іштегі топтың нені аламыз. ішінде пока. 3 жылға емес, это... Жоқ, тағы да. Енді Сосын создырамыз болашақта оны. жоспарымыз бар ғой үлкеюге, но это еще бұйырса келесі жылы. Карьер, например, айтып тұрғаным, маған 30 жылға жетеді деп айтып тұрғаным, мен неге? Мен аяқтан Көктаудан балам шақырып алайын деп едім. Жұмысқа ма? Хорошо. Тұра тұр, 3 жылға балам одан несіне шақырамын мен? Жоқ, біз деген еді келесі жылы. Тұра тұр, енді мен айтып алайын. Ояқта, например, у него оклад 380. Чистый оклад. Без бонусов, без оның өзі біледі қанша екенін айтпайды анаған. Енді мына берік айтыңыз, окладын көтерсе, нетсе, жас балдардың бәрі барады. Мына бірсімен деген не болады? Өзің білесің, біз деген бұрын эскаваторды нахадын тапсырдық, сөндірмейміз. Дробилканы. 45 градус аяз эскаватордан анасымен келеді, біз түсеміз, аналар отырады, жүре береді. Ол деген выгодно үстімен. Мына бірсімен істеп, оны сен қыстығыны 2 сағат қыздырасың. Дробилканы. Оның шекавойы бар, майы бар, пока бәрі айналайын. Дұрыс қой. Дұрыс. Айтып кетейін аға. Жаңа негізі біз енді келісімшарт жаңа айттым ғой. Жергілікті атқарушы органмен жыл сайын созылады. Қазір жер қойнауын пайдалану кодексіне өзгерістер енгізілді. Баяғыда 25 жылға бермейді олар. Қазір бөліктеп береді. Сол себепті қазір 3 жылға алып жатырмыз. Келісімшартты создыру мақсатында негізі бітіп қалды ғой. Қазір енді осы жұмыстарды жүргізе береміз. Бұйырса осы жылы тағы да разведка жүргіземіз. Сіз айтқаныңыз жаңа шегін жатыр жері, соларды доразведка дейді. Сол аумақты тағы да қорын қосып мемлекеттік балансына. Сосын тағы да бұйырса келесі жылы немесе 27 жылда тағы 10 жылға создырамыз. Сондай мақсат бар негізі. Айтып сол ғой, 3 жылға деген ол, это как перспектива жоқ ол. Жоқ, аға. Бұрын совет үкіметі 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл. Марат аға, қазір заң шамалы өзгерді. Ондай бар ма? Өзгерістер. Поэтапно бару керек. Негізі карьерді тоқтатпау мақсатында біз қазір 3 жылға істеп жатырмық, чтобы келісімшартты создыру мемлекеттің органдарында. Сосын параллельно 3 жылдың ішінде георазведка жұмыс жүргіземіз, георазведка дейді. Сосын қорды үлкейтіп, тағы да қосымша 10 жыл деп, оны жыл сайын, солай келе береміз 10 жыл сайын. Бұйырса. Сөздің ауызында совет үкіметінің асфальтный болып білесің ғой қай жерге шейін? Асфальтныйға шейін геологтар бөлек кетті. Соның документтері қайда? Ол Запказнедрада архивте, соларды көтереді. Соларды неге тартып алмайсыңдар? Это олар деген устаревший данныйлар. Как ал айналайын. Олар деген бөлек кетіп. Айтып кетейін, аға, айтып кетейін. Запказнедрамен біз тікелей жұмыс істеп жатырмыз. Біз о геологический фонд өзара бір барып ала салу деген жоқ. О кәдімгі КМБ-нің құрамында оны барып кәдімгідей рұқсатын аламыз. Соны жаңа сіз директорды алып, сендер қазір бөлек кетсеңдер, оған ақша шығару. Сол, қазірде ол директорды аламыз. Мұртағылдағы ақшасы қалап тұрсын. Олар болмайды ғой. Соны бәрін қосып, жаңа дополнительно қарап, камеральный жұмыс деген бар, соны бәрін жүргізіп, бұйырса тағы да үлкейту деген мақсатта сондай шаралар істейін деп жатыр. Бұйырса оны келесі жылы тағы бастаймыз. Мен оны айтып отқаным өзімен көрдім. Бөлек кеткені, балдармен бірге болды. Сосын айтып отырмын оны. Көріп тұрмын аға, сіз өз маман иесі мықты болған екеніңізді, осы жерді жақсы игергеніңізді көріп тұрмын. Перспектива болса, ертең мұртағында 25-ке шейін істеу керек қой. Бұйырса, бұл енді сондай, қазір заңнама жүзінде көп өзгерістер енгізіліп жатыр. Экология жаңа, геология жаңа, жер қойнауы бойынша жаңа әртүрлі заңнама өз қазір күшейтіп жатыр кәдімгідей. Сол себепті біз жаңа заң бұзбау мақсатында осындай шаралар істеп жатырмық. Бөліктеп поэтапно, чтобы жұмысты тоқтатпау мақсатында. Сол себепті бүгінгі жиынға келіп осындай отырғанбыз.
көрерміз оған шейін кім бар кім жоқ да таныңқырамаймын. молдабай Мен осы 89 жылдан бастап 10-шы жылға дейін жұмыс істедім Кореяда. Коммерциядан алған мүмкіндігімізше несібемізді теріп жедік. Коммерцияға ешқандай неміз жоқ, мүмкіндігіміз жоқ. Жаңағы мына азаматтың айтып жатқан Мараттағы 35 жыл жұмыс істеп пенсияға шыққан жігіт қой. Сондықтан жанымыз ашып, жаңағы бізде жұмыс болса екен, енді бәрін түсінеміз, біздің экологияда бәрін де айтылып жатыр. Жаңағы қоршаған ортаны қорғау туралы бәрін айтылып жатыр ғой. Сондықтан оны бәрін де түсінеміз, бірақ тек біздің неміз тілектеспіз, дұрыс жүріп тұрса, біздің халқымыз азды көпті несібесін теріп жеп тұрса, жергілікті халық бар, осы жердегі халық бар, жаңа жергілікті халық бар. Солардың бәріне әйтеуір оттардың басына отбасыларын асырауға мүмкіндіктер болар еді деген жаңа не ғой Мараттың айтып отырған, Абдырзақ Мараттың айтып отырған әңгімесі сол туралы. Иә, сол енді өндірістеріңіз келешекте жүре берсін, сіздерге тілектеспіз. Біздер еш уақытта қарсы емеспіз, халық жұмысын істеп, заңды түрде барлығы құнттап отырса, біз жаңа қарсы емеспіз, өте тілектеспіз. Коммерцияның халқына, тек қана азаматтарына, азаматшаларына бәріне еңбектерінің жемісін жеп, халықтың ортасында бейбітшілік заманда солай тыныш өмір сүре берейік, бір-бірімізді түрткілемейік, бәлен түген демейік, сонымен өмір сүре берейік деген әңгіме. Рахмет, бәрі түсінікті, өте баяндамаларын да жақсы тыңдадық, түсіндік. Дауыстарыңыз көп болсын, дауыстарыңызды еңбектеріңізге жұмсаңыздар. Құрметті ақсақалдар, апайлар, мынау аз да болса да елдің арасына келіп отырсыздар, бірақ көп жұмысты атқарған, көп жерде еңбектеріңіз, сіңгендіктеріңіз көріп тұр. Мен сіздердің сөздеріңізге, сұрақтарыңызға, ұсыныстарыңызға өте қатты риза болып тұрмын. Менің атым Жәнібек, осы жақында жұмыс жасап жатырмын. Еңбек қорғау жөніндегі маман болып. Жалпы бұл Корея өте тек қана бір қала емес, бүгін елімізге керек Корея. Біріншіден жұмыс орнын ашып, жұмыс орнын топ беріп жатыр. Шығарып жатқан продукциясын алған жер жол салу болады. Жол салу үшін қаншама адам жұмысқа орналастырып, құрылыс материалдарын алып, үй салып жатыр, әлеуметтік объекттер салып жатыр, балабақша, мектеп, соның барлығына осы шегін пайдаланып. Қаншама адам мектеп салуға, балабақша салуға жұмысқа алынып жатыр. Сондықтан бір-біріне байланысты зат болып тұр. Кореяның жұмысын жүргізу өте қиын, жасыратын жоқ. Сіздер баяғы Союз кезінен жатқан Союзда көрген адамсыздар ғой. Ол сол кездегі бар шебін шығаратын заводтар болсын, басқа да кәсіпорындар болсын, көпшілігі қирап қалды. Көпшілігі жетіліп кетті. Жетіліп кеткен жері де бар, жоғалып кеткен жері де бар. Өздеріңіз білесіздер. Бірақ стабильді жұмыс істеп келе жатқан именно осы Кореяда. Бұнымен ел мақтануға болады. Мен жаңа қарап отырмын, қандай типовой жақсы мектеп салынған елдің арасында. Таза, қазіргі осы заманға сәйкестендіріп салынған барлық техникасы барлығы көріп тұрмын. Бірақ дей тұрған менің бар, өкпем бар. Мектептің директоры неге қатыспасқа ішкеге осында. Берілетін бір жақсы маманның, пәннің мұғалімдерін неге әкеліп отырғызып қоймасқа. Географиядан беретін мұғалімдер мысалға, тарихтан беретін мұғалімдер. Ғана кәсіпкерлік бөлімге баулайтын мамандықтарға мұғалімдерге отырғызып қойса, жоғары кластың 3-4 жақсы білімді оқушылар әкеліп отырғызып қойса, солар бізге сұрақ беріледі. Бұлар Кореяның немен айналысатынын, қандай пайда келтіріп жатқанын, халыққа қандай пайдасы бар, үкіметке қандай пайдасы бар екенін, мына мектептің балаларынан бастап білсе, мұғалімдерден бастап, сол уже тарқар еді. Сондықтан міне аудан әкімшілігіне келіп отқан неміз бар, уәкіліміз, сіз жеткізіп барыңыз, ана білім жөнін басқаратын, көрсететін не бар ғой, заң бар ғой сізге. Сізге айтыңыздар. Бұндай ауылда осындай кәсіпорны бар ауылдар өте аз. Мен өзім туған жерім Шалқан. Медалада, Қызылорда облысымен шектесетін райондарымыз бар.
ол жерде 400-500 километр жерде осындай елді мекендер бар, мектеп обязательно болады, балабақшада болады, ешқандай Корея деген жоқ. Қыс болса атшанамен жүреді, жаз болса Екібастан клубы бар, шаң. Сіздерден де қазір қарасаңыздар, барлық нәрсе қолдарыңызға тұр мысалға. Осы мекемеге кіргені өзіңіз біліп, жақсылық жағын кіргені, жақсылық жағын көріп, өзім таңғалып отыр мысалға. Скидкамен береді екен мысалға, керек болса. Мына жолды да жөндеп көрсетіп береді, жерде ондай планда бар мысалға, мына екі ортадағы жолды. Соның барлығы жетістік деп есептеймін, осы халықтың несібесі ғой ол. Үкіметтің ата-бабаларымыздың жеңіп, кіндік қанын тамызып тартып алған жерінен айырылған байлық қой. Жасыратын жоқ. Неше түрлі байлықтарымыз мысалы үкіметтің саясатына қарсы тұруға болмайды, бірақ қаншама байлыққа кетіп жатыр шетелге. Ал біздің шығарып жатқан осы Ақтөбенің шығарып жатқан продукциясы ол тек осы Ақтөбеге тұрады. Ақтөбе облысына. Сондықтан көптен көп сізге рахмет. Мына келе жатқан Рамазан айымыз келе жатыр. Құтты болсын, қабыл болсын. Осындай ағамыз сияқты, апайымыз сияқты ақсақалдарымыз денсаулықтары мықты болып осы өзі ізінде болып жатқан ағаларымызға, апаларымызға үлгі бола беріңіздер. Сіздерге қарап ел келеді. Әйтпесе жаңағындай сіздің ниетіңіздің өте дұрыс екенін сразу түсінді маған. Уже сіз балаңызды жұмысқа тартқыңыз келіп тұр. Жақын жерге үйдің қасында өзіңіздің істеп кеткен карьераңызды. Оның өзі қандай жетістік мысалы. Сіздің балаңыз келіп орналасса, ол ертең 10 баланы шығарады керек болса. Бұл мекемеге не болды? Осы жақын жерден алған жұмысшылар, жақын жерден алған өте пайдалы. Бұл жерде көрдіңіз мысалы, қалай жерлерде 5 күндік жұмыстар бар, қаланың сыртында да бар, ішінде де бар. Жаңағыдай немен автобуспен алып кетеді, автобуспен таратып жатқан жерлер қазір аз мысалға. Развозкасы бар мекемеде жұмысшыларға әкеліп апарады. Ондай жұмысшыларға мекемеге жоқ, почти жоқ ондай. Ойлап қарасаңыздар. Сондықтан осы условияны түсіндіріп, қалған түсіндірсеңіздер, ол өз жеріңізге пайдалы деп айтайын деп едім. Жаңа келе жатқан кездерде жаңа қазір Мырзахан айтып береді, қазір халық көп болуы мүмкін, сұрақтар көбеюі мүмкін деп. Мен ішімнен ойлап қойдым, халық көп болса да сұрақтар көбейсе екен деп. Сұрақтар көбейсе шешілмейтін нәрсе шешіледі. Сіздің айтып отқан ұсынысыңыз ол тек қана мына 1 сағатта 2 сағатта жиналыста талқыланатын нәрсе емес. Сіз как ветеран ретінде офиске келіңіз, берік серіктестіктің қабылдайтын уақыттары сол кезде келіп обсуждение жасасаңыз әрі бізге ақылы болады. Әрі сіз де жеңілдеп қаласыз ішіңіздегі жақтан келешектегі пландарыңызды. Бәріңіз аман болыңыздар, рахмет. Енді мен бір сөз айтып жіберейін. Мына қазір бұрынғы уақытта мына біздің Белогорский кәнем ең таза, радиация жоқ. Дұрыс па? Дұрыс. Мына қазір Ақтөбенің силикатный заводқа істедік біз. Чисто. Силикатный завод азайып істедік, серін алып күніне. Ол таза. Радиация жоқ, не жоқ. Тек известковый шаң болмаса. Мына қазір қаланың көшенің ана тротуарный плитка дейді, бәрі азайып деген шығып жатыр. Бұнағы жылы айтайын дегенім, жиенім үй салды, неде, желәңгіде. Әкеліп төгіп жатыр, мен айтым, мынаны шығар, ана балдар бар ғой кішкентай. Неге дейді, мен айтым, радиация бар. Нанбасаң приборды әкеліп көрсет. 2 күннен кейін звондап жатыр, нағаш не, қаяқтан алайын? Мен айтым, міне қай офис анаяқта жандырып алып, келіп алып кетті. 4 машинасын алып кетті. Үйінің алдына, нағылдың үстяшки жасайын деймін, гараж ішінде. Ол, мен айтым, ана балдарын өсіп жатыр, ана радиация береді, ертең рак болады, не болады? Мынау енді Екібастан таза ғой. Сөзіңізге қазір плитка жасап жатыр, бәрі азайыптікі. Асфальт салып жатыр, қала бәрі азайыптікі, арзан. Оны ойламай сол радиация бар екен. Ол жерде айтып кетейін уже, жаңа сіз салыстырасыз негізі. Известняктан таза нәрсе жоқ. Известняк бұл енді стройматериалдікі ғой, сосын дорожный строительный материал. Жаңа сіз азайыптың айтасыз, ол негізі шегу емес ол.
бұл деген қалдық негізі. Қалдығы ғой, иә. Ол жаңағы хромнан хромнан бөлінген қалдық қайнап шыққан бөліктері. Сол просто тас сияқты көрінеді, бірақ ол жер қойнауы емес ол. Ол отход негізі былай айтқанда. Иә. Асив емес, отход ол. Батылған металл ол. Оның ішіне сіз айтуыңыз дұрыс, онкологияда ататын жаңағы шестиэквивалентный хромдар бар. Ол загрязняющее вещество бар ол. Ол енді қала мәселесі де енді облыстық департаменттер экологиялар көтермесе, конечно. А бірақ сіздің сөзіңіз жаныңыз бар. Негізі мына известняк өте таза, жаңа сіз айтқанда радиация жоқ екен. Ол бәрімізге мәлім. Сол себепті онда нан бағасы мен ананың бағасы салыстыруға келмейді. Мынау енді өзара таза тау жұмыс істеп жатыр ғой енді. Мына атвалды бастады ана. Азай. Бізден ана пролап кетті, білесің бе? Эскаватор. 4 жылдан кейін қайтыс болды. Бірақ онкологияны атап жатыр аурулар. Кімдер? 5 жылдан кейін қайтыс болды. Бірақ айттым сонда, не бар ма енді орыс қой онда. Аяқ жақсы төлейді. Ол еще мына перестройка уақытында кетті ғой. Ой, ақшасы болды. Мен ол не болды? 4 жылдан кейін ана жас бала кетіп қалды. жеке үйлердің сыртына төгіп тастайды ғой. Сол жерде қиналып кәдімгідей. Біздің қарай, мен лабораторияда істедім, контрольный продукция мен жұмысым. Бельчугурский завод ДСМ-на келдім. 89 диабаз ғой. Сонда 14 жыл жұмыс істедім. Түрлі жұмыстар, содан 84 жыл оқып алдым. Жаңағы Алматыда ол кезде біздің заводымыз тікелей министерствоға қарады. Автомобильный казахский содан қарап тұрды. Сосын мен 89 жылы келдім да, осында контрольный продукцияға кіріп кеттім. Осыдан үй алдым, қазір поселоктың басында тұрамын. Қаладағы да үй алдым, қалада үлгердік бәрін, құдайға шүкір алсам. Содан енді ананы ойлап отырған кезде, неизвестный екен біліп отырасың, сұрай мәселені біліп отырасың, бірақ аналарының неткен кезде кәдімгідей қынжыл. Біраз өткенде сол біздің өзіміздің елдің адамдары да соны айтып жатты. Мына Алтындыда істеп кеткен жігіттер, солар шығарып айтып жатыр азаматтар. Жаңағы ол азаматтың бірақ олар енді дәлелдеп жатыр да не, жаңағы қайнап піскен, олардан ештеңе көп бөлінбейді жаңағы деген сияқты, фтор бөлінбейді деген сияқтыларды айтып жатыр да. Бірақ енді бұйырған нәрсе болады да, бірақ та біздің известняк ол нағыз стройматериал. Жаңа айтайын дегенім, біздің мына 0,10 деген не бар? Ацеп. Сосын 0,5 деген ацеп бар. Сол 0,10-тің жартысы бассейн шебі. Сол 0,10-тің өзін бергенде де біз отырмаймыз. 0,10-тің өзін алыпса жаңағыдай, азептен алып жігіттер, қыздар. Біздің шебінде азептен жаңағы 0,10-тің алып тұрғанның өзінде олар ұтылмайды. 0,10 арзан тұрады. Мен оны бір 50 тоннасына келіп мына құдайға алып бергенмін. Берік Серікшінің алдына барып, пенсияда жүрсем де барып. Үй салып осарды, дәл осарды. Сонда ол өте арзан тұрады, бірақ оның жартысына жуығы шебін. Десятка шебін. Десятке ғой, 0,10 деген түсінікті. Сондықтан біздің өнім деген ең жақсы өнім деп санаймыз. Контрольдік продукция болсын мен білем ғой. Жаңа біздерге оқытты ғой. Асфальтқа беруге келетін бәріне. Кірпішке жаңағы. Biz azırkeske de verip durduk, azırkeske de verip durduk, Senegal'de de otқа da verip durduk. Басқа сұрақтар Мен Ержан Мартынов, Самидулаевна қоғамдық кеңес төрайымымын. Мен осыны Академ компаниясына Берік Серіковичке, Анар ханымға рахмет айтқым келіп тұр. Еңбектеріңіз жемісті болсын, жұмыстарыңыз жемісті. Бекқұлбаба елді мекеннің қаншама қызметкерлері жұмысқа алып тұр біріншіден. Екіншіден аз қамтылған балаларға, мысалы мектеп кезінде, жаңа жыл кезінде, тағы басқа мысалы аз қамтылған семьяларға шебін ацеп керек болса, тегін өздері апарып түсіріп, қол көмектерін беріп тұр. Сол себептен рахмет айтқым келеді. Еңбектеріңіз жемісті болып жүре беріңіздер. Енді жол жағын, су шашу жағын Анар ханым өзі реттейді. Айтқаныңызға рахмет. Бірақ енді осы рахметіңізді газетке жіберсеңіз тіпті жақсы көрем. Ауылдың халқы біліп отырар еді кімге не бергенін рахмет. Газетке жазыңыз. Халқы өздері біледі, бәрін үйіне барып, фотоотчет жасап, мектеп кезінде де мысалы қаншама адамдарға ең бірінші рекорд жасаған Академ компаниясы деп
бәленбай мыңнан беріп енді айтпай ақ қояйын, басқа нелерге, карьерлерге қарағанда да бізде енді өзіміз мына Бекулова елді мекенде 3 карьеріміз бар. Біздер көмек не керек болса, сразу Анар ханымға шығам, Кенкаға шығам, сосын мына жақта Махамбет мырзаға шығам. Әйтеуір үшеуі де береді. Енді бірақ биыл мектеп кезінде Академ компаниясы балдарға көп көмек берілді. Өздері апарып тапсырып фотоотчеттарын алды. Соны газетке жариялаңыз, шықсын бар. Жақсы. Жақсы, рахмет. Басқа сұрақтар жоқ болса, бүгінгі қоғамдық тыңдауды өтті деп есептейміз. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймыз. Келіп уақыт бөліп қатысқандарыңызға рахмет. Рахмет.